Сәлем балалар! Бүгін біз жасанды жарық көздері туралы қызықты сабақ өткіземіз. Жарық бізге қоршаған дүниені көру үшін керек. Күн – табиғи жарық, ал адам жасайтындар – жасанды жарық көздері. Ертеде адамдар майшамды пайдаланған. Кейін фонарь, шырақтар шықты. Бұлар да жасанды жарық көздері. Ал қазір аспашамдар мен электр шамдары бар. Жасанды жарық көздері адамның қажеттілігіне қарай ойлап тапқан. Қазір электр қуатымен жұмыс істейді. Қосайықшы. Әр оқушының оқу үстелінде шам болуы керек. Жарық сол жақтан түссе, көзге жақсы. Рахмет, кішкентай жұлдыз. Бұл денсаулыққа пайдалы. Ал театрда не болады? Театр сахнасында арнайы жарық қойылады. Қош келдіңіздер біздің театрға. Жарықтар қандай керемет? Иә, олар түрлі түсті сәулелер шашады. Және от шашулар да бар. Осы арнайы жарықты реттеуші мамандарды жарық операторлары дейді. Жасанды жарық көздері күн сайын бізге көмектеседі. Электр шамдары 2 ғасыр бұрын пайда болған. Жарық біздің досымыз. Сау болыңдар!